Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге осындай тәбетті ашатын, өте жұмсақ, бір жасағаннан шығатын, осындай балғын овсяный печеньесіменен жасап бөлісіп көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады, және құрамында ондай ұны көп емес, азғантай ғана ұн салдым. Және тек овсяный хлопьяменен жасалды десе де болады. Өте бұл денсаулыққа да пайдалы, және балдарыңызға осылай жасап берсеңіздер міндетті түрде ұнатады деген ойдамын. Алдымен бізге керек ингредиенттер: кішкене шым тұзымыз керек. Сары майымыздан бұл жерде 150 грамм сары май, 170 грамм секер, 2 жұмыртқа және килограммдай овсяный хлопья алдым. Қолжетімді барлығы да. Енді овсяный хлопьямызды осындай блендердің көмегіменен ұнтақтап алатын боламын. Ұнтақталған түрі, дайын түрін алсаңыздар, ол қымбатқа шығады. Сондықтан да осындай килограмм түрін алсаңыздар, арзанға шығады. Енді барлығын осындай ішіне керекті ингредиенттерімізді салдым мен. Секерімізді салдым, 170 грамм, және де кішкене қопсытқыш салдым, ванилин салдым, және де 15 граммдай какаомызды салып, араластырып жіберсек, енді қамырымыз илейтін боламыз. 2 жұмыртқамызды салып, және де сары майымызды ерітіп, 150 грамм сары майымызды құйып, қамырымызды илейтін боламыз. Егер де қамырларыңыз қатты жұмсақтау болып жатса, 60-70 граммдай кішкене ұн салып жіберсеңіздер болады. Мен 60-70 граммдай ұн салып жібердім. Ал қыздар, мінекей толық қамырымыз дайын. Енді қолымыздың көмегіменен осылай домалақтап жіберіңіздер. Қолдарыңызға егерде жабысатын болса, кішкене сулап или майлап, осылай домалақтап противенге салыңыздар. Духовкаде 180 градуста 20-25 минутта пісетін болады. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі градуста пісіреді. Менің духовкам осындай градуста пісіретін болады. Және де үстін кішкене осылай вилкаменен басып жердім. Және де миндальный хлопьяменен осылай үстін әсемдеп жерсеңіздер де болады. Ол тіптен міндетті емес. Енді әдемілік үшін осылай жасадым. Енді кішкене сахарный пудра салып, бетіне сеуіп, үстіп қонақтарыңызға ұсынсаңыздар, және отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балдарыңызға ұнайды деген ойдамын. Егер де сіздерге осы менің жасаған видеороликтерім, рецепттерім ұнайтын болса, пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видео рецепттерменен жолыққанша сау, аман болыңыздар. Алдағы уақытта көптеген видеороликтерменен бөлісетін боламын.